Армысыздар қазақ елі. Уақыттарыңызды алмай бірден сұраққа көшейін. Мектеп оқулықтарының ішкі мазмұнына емес, оқушыларды толықтай оқулықпен қамтамасыз етуге байланысты сұрақ Ғылым және білім министрі Сағадиев Ерлан Кенжеғалиұлына жолданады. Құрметті министр Ерлан Кенжеғалиұлы, сізге нақты екі сұрақ қойғым келеді. Бірінші сұрақ: биыл алғаш мектеп табалдырығын аттаған бірінші сыныптарға неліктен оқулықтар таратылмады? Сұрақтың себебі: әрине, сауат ашу, ағылшын, математика, тағы да басқа пәндерден оқулықтар таратылды. Бұл оқулықтар 2016 жылы жаңартылған оқу бағдарламасы енгізілгелі бері пайдаланылып келеді. Бірақ бұлар өкінішке орай биылғы бірінші сыныптарға толығымен жарамайды. Себебі кез келген бетін ашып қарасақ, кітаптың тапсырма берілген, тапсырманы жазатын орындар берілген. Әлбетте бала тапсырманы орындап, дұрыс жауаптарын жазып, дұрыс сөйлемдерді құрап, сөздер жазып, астыларын сызып, бояп көрсетіп тастаған. Яғни келесі жылы оқитын бірінші сыныптарға өздігінен ойлануға ешқандай мүмкіндік қалдырмаған. Дәл сол сияқты ең негізгі пәннің бірі ағылшын пәні ретінде енгізілді. Ағылшын пәнінің де кез келген бетін ашып қарасаңыздар, барлық жауаптары орындалған, сызылған, жазылған. Мына жерде қарап отырсаңыздар, тапсырма берілген, тапсырманы қалай орындау керектігі стрелка арқылы көрсетілген. Сол сызықша арқылы балалар дұрыс сөйлемдерді көрсетіп, дұрыс әріптерді қойып, сөздерді жазып, я болмаса дұрыс жауаптарды бояп, сызып көрсетіп тастаған. Бұл жерде де өкінішке орай ешқандай келесі жылғы оқитын оқушыларға өзіндік жұмыс жасауына мүмкіндік қалмаған. Дәл сол сияқты ең негізгі пәндердің бірі математика. Математиканы оқыту арқылы баланың ойлау жүйесін қалыптастырамыз, дамытамыз дейміз, бірақ өкінішке орай биылғы бірінші сыныптарға олай болмай тұр. Себебі кестеге қарап мысалдарды құрастыр дейді. Осы кестеге қарап қалай мысал құрастырылатын бірінші көрсетіліп тұр. Одан кейін бұл жауаптар жазылатын орындардың барлығы беріліп тұр. Осыған балалар жауаптарын жазып, кез келген есептің дұрыс жауаптарын, дұрыс нұсқасын көрсетіп, жазып, сызып, бояп тастаған. Яғни бұл кітаптардың барлығы алдыңғы жылғы оқып кеткен бірінші сынып оқушыларын жазуға, сызуға, бояуға арналған, орысша айтқанда черновигі. Бұлар бірінші сыныптарға жарамайды. Сұрақтың негізі неліктен жаңа оқулықтар таратылмады? Рахмет. Келесі екінші сұрақ: жаңартылған оқу бағдарламасы енгізілгелі бері неліктен мектеп оқулықтары бизнеске айналып кетті? Бұлай дейтін себебіміз, кез келген пәннің дәл осыған ұқсас жұмыс дәптері болады. Бірақ ондай жұмыс дәптерлері мектептен таратылмағандықтан әр ата-ана әр пәннен комплект дейміз, 10.000 теңге мен 15.000 теңге аралығында ақша шығарып баласына сатып алуы керек оқыту үшін. Жағдайы бар отбасы сатып алады, жағдайы жоқ ата-аналар балаларын жай ғана дәптермен жібереді. Енді бір сыныпта екі оқушыда жұмыс дәптері бар, екі оқушыда жұмыс дәптері жоқ. Міне осыдан келіп ата-ана мен ата-ананың арасында, оқушы мен оқушының арасында алауыздық туындайды. Және көптеген жағдайы жоқ отбасылар бұндай жұмыс дәптерлерін сатып алуға жағдайларын келмей отыр жағдайлары. Құрметті министр Ерлан Кенжеғалиұлы, бұл жалпы жеке менің ғана сұрағым емес, көптеген қарапайым халықтың көкейіндегі сұрақ. Сондықтан осы халықтың үндеуіне құлақ асып, осы мәселелер оң шешімін табады деп сізге біз үлкен үміт артамыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.